Соңғы 150 жыл ішінде шығыстың көптеген елдері өз экономикасы мен дәстүрлі өмір салтын жаңғыртуға ұмтылды. Қазақстан нарықтық экономика үшін жаңа кадрлар даярлаумен айналысып қана қоймай, бұрынғы кеңестік республикалар арасындағы озық шетелдік жоғары оқу орындарында кадрларды ауқымды және жүйелі даярлаудың стратегиялық желісін қалыптастырып, әрі қарай дамыған жалғыз ел болды. 1993 жылғы 5 қарашада Қазақстан Республикасы президентінің шетелде кадрлар даярлау үшін Қазақстан Республикасы президентінің болашақ халықаралық стипендияларын тағайындау туралы 1394 нөмірлі қаулысы шықты. Бұл революциялық шешім болғаны сөзсіз. Дегенмен, қажетті мамандарды даярлау мәселесінде белгілі бір қиындықтар болғанын атап өткен жөн. Кеңестік жылдары біздің республика білім беру жүйесінде кенже қалды. Өткен ғасырдың 80-ші жылдарының соңындағы жағдай бойынша Қазақстанда 55 жоғары оқу орны жұмыс істеді. Олардың ішінде 2 мекеме ғана университет болып саналды. Олар Алматы мен Қарағанды қалаларында болған, ал басқа жоғары оқу орындары бейінді бағыттағы институттар болып саналды. Қазақстаннан жастар батыстың үздік университеттеріне тек білім алу үшін ғана аттанған жоқ. Олар түбегейлі жаңаша ойлауды қалыптастыру, әлемдік тәжірибені көру, қазіргі әлемнің құрылымын түсіну үшін, болашақ үшін кетті. 2013 жылы болашақ бағдарламасының құрылғанына 20 жыл толуына орай тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаев бұлай деді: осыдан 20 жыл бұрын тәуелсіздіктің алғашқы жылдарының қиын кезеңінде біздің жарқын болашағымызды елестете алған адам көп болған жоқ. Мен алғашқы стипендианттарды жаңа білім алып, елімізді алға бастыру үшін жібердім. Жаһандық көзқарас тұрғысынан айтар болсақ, болашақ түлектері уақыт өте келе жаңа қазақстандық элитаны қалыптастыруы тиіс. Болашақ түлектері өзгелердің, ең алдымен қазақстандық жас ұрпақтарға бет түзейтін тұлғалар және үлгі болуға тиіс. 2008 жылы болашақ бағдарламасының стипендианттарымен кездесу барысында Нұрсұлтан Назарбаев бұлай деп айтты: сіздер болашақтың түлектері, біздің стратегиялық мақсаттарымызға қол жеткізуде менің көмекшілерім болуға тиіссіздер. Өйткені тамаша шетелдік білім алумен қатар сіздер прогрессивті ойлау мен жаңа идеялар тудыру қабілетіне ие болдыңыздар. Болашақ бағдарламасына елді жаңғырту тұрғысынан қарау керек. Бұл ретте болашақ жобасын іске асыру аса күрделі экономикалық жағдайларда және ауыр қаржы дағдарысы жағдайында басталғанын ескеру қажет. 2019 жылғы қаңтарда елдегі жастар жылының ашылуына арналған жиналыс барысында президент мынадай қиындықтарды тағы да еске салды. Болашақ бағдарламасын еліміз үшін ең қиын уақытта 1993 жылы құрған кезде дұрыс шешім қабылдағанымызды уақыттың өзі көрсетті. Біз қарттарға зейнетақы төлей алмадық, мұғалімдерге, дәрігерлерге, тіпті әскерге жалақы төлей алмадық. Осыған қарамастан, біз жастарды әлемнің үздік жоғары оқу орындарына жібере бастадық. Мемлекет әрқайсысына жылына 30-дан 50 мың долларға дейін төледі. Соның нәтижесінде бүгінгі күнге дейін болашақ бағдарламасының аясында 14 мыңға жуық қазақстандық студент әлемнің ең үздік жоғары оқу орындарында оқуға мемлекеттік грант иегерлері атанды. Барлық стипендиаттардың 44,8% Ұлыбритания мен Ирландияның жоғары оқу орындарына, 41,5% ақш пен Канадаға, 6,4% континенталды Еуропаның басқа елдеріне, 5,5% Азия мен Океанияға, тағы 2,2% Ресей Федерациясына оқуға жіберілді. Болашақ бағдарламасының түлектері арасында аса танымал тұлғалар бар. Атап айтқанда, Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары Бауыржан Байбек, Нұр-Сұлтан қаласының әкімі Алтай Көлгінов және тағы басқалары болашақ бағдарламасы бойынша білім алды. Болашақ бағдарламасы Қазақстан Республикасымен қатар дамыды. Мысалы, алғашқы жылдары гранттар әлеуметтік бөлім мамандықтары бойынша бөлінді. 2005 жылға қарай стипендиялар саны 3 мыңға дейін ұлғайтылды. 2008 жылдан бастап ғылыми, 2011 жылы инженерлік техникалық және медициналық тағылымдамалар енгізілді. Бүгінгі күні болашақтың түлектері еліміздің аумағындағы түрлі білім беру мекемелерінде жұмыс істей отыр. Отандық кадрларды даярлауға өз үлестерін қосуда. 2013 жылдың деректері бойынша бір ғана Назарбаев университетінде бағдарламаның 200-ден астам стипендианты еңбек етті. Қазірдің өзінде болашақ бағдарламасын іске асыру экономика мен жалпы қоғамды дамыту тұрғысынан елеулі нәтижелер беруде. Қазіргі уақытта түлектердің 47,2% квазимемлекеттік секторда, 32% жеке компанияларда және 12% мемлекеттік секторда еңбек етеді. 2008 жылы Нұрсұлтан Назарбаев бұлай деді: біз алдымызға әлемнің бәсекеге барынша қабілетті 50 елінің қатарына кіру жөнінде жалпыұлттық міндет қойдық. Шикізаттық ресурстарға тәуелді емес индустриялық экономикасы бар.
бәсекеге қабілетті Қазақстанды құру үшін жоғары білімді адами ресурстар қажет. Мен болашақ жобасы бәсекеге қабілетті ұлтты қалыптастыруға бағытталған аса маңызды серпінді жобалардың біріне айналатынына сенемін. Осы тұрғыда еліміздің тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың сонау 1993 жылы аталмыш бағдарламаны құру туралы шешімі стратегиялық тұрғыдан дұрыс болғанын уақыттың өзі көрсетті. Бүгінгі таңда болашақ түлектері Қазақстанның жоғарғы интеллектуалды және білімді ұлт қалыптастыруға деген ұмтылысын көрсетіп отыр. Болашақтың түлектері өзге қазақстандықтар үшін үлгіге айналды.